Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Сыңғырлау ауылы Сыңғырлау мектеп бөбекжай кешенінің 6 сынып оқушысы Сырымбет Айзере, жетекшім Жарылғасынова Сандуғаш. Менің отаныма, менің бастамам шығармашылық байқауының «Отаным, қасиетті туған жерім» номинациясы. Жобамның тақырыбы ұлттық құндылықтар ойын желісімен. Жобаның өзектілігі аты әлемге жайылған жастардың арасындағы вирусты кино «Кальмар аралындағы ойын» киносы. Бұл сериалдағы ойындарды жастар өздерінің трендіне айналдырып ойнап жүр. Осының алдын алу мақсатында сол кинодағы ойын дәл өзіміздің ұлттық ойындарымызға ұқсағандықтан мектеп қабырғасында осы ойынды ұлттық құндылықтарымызға байланыстыра отырып жасап шықтым. Жобаның мақсаты ұлттық құндылықтарымыздың бірі қазақтың ұлттық ойындарын дәріптеу, ұлттық ойындарды жастар арасында дәріптеу, ұлттық спорт түрлерін дамыту, ұлттық ойындардың адамның денсаулығын нығайтудың бірден-бір жолы екенін насихаттау және ұлттық ойындардың адам бойындағы түрлі қабілеттердің дамуына тигізер ықпалын таныту. Жобаның ғылыми жаңалығы ұлттық ойындардың ойнату жүйесі кітапша арқылы шығарылды, мектепте ойнатылды. Алдағы уақытта басқа да ұлттық ойын түрлерін қоспақшымын. Жобаның қорытындысы бұл ойын арқылы оқушылардың ұлттық спорт түрлеріне қызығушылығы артты, ұлттық құндылықтарымыз дәріптелді. Бәйге ойынның қатысушылары 8-10 сынып оқушылары 5 оқушыдан қатысады. Мақсаты ұлттық ойындарымызды дәріптеу, насихаттау және де қызықтыру. Реквизиттер 2 қатты қағаз, ішіне сұрақ, 4 асық, 10 тас, 3 ләңгі, қағаз жылқы және тас, аяқтарына жіп. Бөлімдері жоба барысында 5 ойыншыға 5 түрлі ойын берілді. Бірлесе отырып ұйымшылдық таныту үшін кинодағыдай аяқтарын байладық. Барлық турға 7 минут уақыт беріледі. Бірінші бөлім ұлттық ойын. Бірінші ойыншы жерге қағазды соғып, оң беті түскен соң ішіндегі сұрақты алып, ұлттық ойын туралы сұрақтарға жауап беріп, келесі кезеңге өтеді. Екінші ойын асық ату. Екінші ойыншы межедегі асықты құлатады. Құлата алмаса, барып қайтадан алып келіп, қайтадан атады. Асықты құлатса ғана келесі кезеңге жібереді. Үшінші ойын 5 тас. Үшінші ойыншы отырып 5 тас ойынын ойнайды. Рет-ретімен жинап, түсірмеу керек. Ереже бойынша тастар дұрыс жиналса ғана келесі кезеңге өтеді. Төртінші ойын ләңгі тебу. Төртінші ойыншы барып ләңгі тебеді. Түсірмей 5 рет тебуі керек. Ереже бойынша дұрыс тепсе, келесі кезеңге өтеді. Бұл ойыншы шетте тұруы керек. Бесінші ойыншы артқа қарап, орындықта отырып, қағаз жылқыны тартады. Жылқысын қолға алғасын, барлығы топ болып қызыл сызықты кесіп өтіп, межедегі уақытты тоқтатады. Қай команданың жетістігі көп және уақыты аз болады, сол команда жеңіске жетеді. Жобаның қорытындысы
Осы жобаны мектеп оқушыларына ұйымдастыра отырып, мынадай сәттерді байқадым. Ұялы телефоннан ғана ойын ойнайтын оқушылардың ұлттық ойын туралы аз мағлұмат білуі, ұлттық ойындарды ойнауда ептіліктің, шапшаңдықтың жоқ болуы. Осы кемшіліктердің алдын алу мақсатында мен жасаған жоба Қазақстанның барлық мектептеріне таралса деймін. Ұлттық ойындардың пайдасы. Ұлттық ойындарды ойнау арқылы адамның білуге құштарлығы артады, ақыл-ойы жетіледі, адамға қиял мен қанат бітіреді. Оның дәлелі қыран жетпеген жерге қиял жетеді. Қорытындылай келе, менің ұсынысым ұлттық ойындар мектеп қабырғасында көптеп насихатталса, шетелдің киносындағы емес, өзіміздің ұлттық ойындарымызды көптеп насихаттаса, мен жасап шыққан жобаның кітапшасы барлық мектептерге таратылса, әлеуметтік желілерге жарияланса, ұлттық ойындар оқушылардың күнделікті ойынына айналса, ұлттық құндылықтарымыз дәріптеліп, атадан қалған мұраны жаңғыртсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Назарларыңызға рахмет.